Ассалаумағалейкум қазақ елі, есім Құлбасов Еркебұлан, Ақтөбе қаласының тұрғынымын және Қазақстан Республикасының азаматымын. Кешегде осы бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілердің бәрінде Қазақстан Республикасы коронавирус пандемиясына байланысты қанша ақша бөлінген туралы мәлім болды. Сол мәлімдемеге сүйене отырып, осы видео үндеуімді жазсам деген ойға келдім. Енді Америка Құрама Штаттарында 330 миллион адам өмір сүреді. Америка Құрама Штаттары 330 миллион адамға коронавирус пандемиясымен күресуге 8,3 миллиард доллар қаражат жұмсады. Қытайда 1,5 миллиард адам тұрады. Соған 10 миллиард ақш долларын жұмсаған болатын. Ал Қазақстанда 17 миллион адам тұрады, 18 миллион. Соған 17-18 миллиард доллар ақша жұмсады. Демек, теңгеге аударатын болсақ, 6 триллион теңге жұмсалған болатын. Енді осыған орай тағы бір ойымды айта кетейін. Кешегде Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Төле би ауданы және де басқа да аудандарында су тасқынынан адамдар зардап шегіп жатыр. Соған байланысты өңір басшысы Өмірзақ Шүкеев мырза әрбір адамға зардап шеккен 100 мың теңге ақшадан береміз. Және де малыңыз зардап шеккен болса, сол зардап шеккен мал егер сіздікі екені дәлелденген жағдайда сізге сол малдың орнын өтейміз деген болатын. Және тағы да бір үндеуі болды, айтатын әңгімесі. Сол жерде айтты, мысалы үйіңіздегі тұрмыстық техникалар зардап шеккен болса, егер ол сіздікі екені дәлелденсе, сіздің отбасыңыздың заты екен, сол кезде онда орын толтырамыз деген болатын. Енді осыған орай сұрай кетейін. Айта кететін жағдай бар. Өмірзақ Шүкеев мырза және де бүкіл билік өкілдері қазір 21 ғасыр далада. Кез келген қазақстандықта, кез келген әлемде әрбір адамның үйінде тұрмыстық техника, тұрмысына қажетті техника, ол холодильник, телевизор, қысқа толқынды пеш және тағысы сондай заттары бар. Оны өз маңдай терлерімен тапқан ақшасына алынған өздерінің дүниялары. Енді оларды сізге неге дәлелдеу керек, халық мен түсінбеймін. Егер де сіздерге нақты дәлел керек болса, сіздер алдымен өздеріңіз бірінші дәлелдеңіздер, құрметті билік өкілдері. 18 миллиард доллар немесе 6 триллион теңге ақшаны қаяққа жұмсағандарыңызды? Пандемиямен күрестік дейсіздер, коронавируспен. Карантин кезінде, пандемия кезінде халық масканы өз қолдан тігіп алды. Дүкендерде, кешіресіздер, дәріханаларда болған жағдайдың өзінде ол 200 теңгеден кем болмады бағасы. Сіздер бірінші дәлелдеңіздер, сіздер бірінші халық алдында есеп беріңіздер, 18 миллиард долларды қайда жібергендеріңізді, немен күрескендеріңізді, көзбен көрінбейтін ауруға, көзбен көрінбейтін психозға сіздер 6 триллион теңге немесе 18 миллиард доллар ақша жұмсайсыздар, а көзге көрінетін халық судың астында жатқан кезде бүкіл заттары жердің астында кетіп судың астында қалып жатқан халыққа 100 мың теңге алудың өзін біз сіздерге халық дәлелдеу керек екенбізді. Кешегде тағы да бір дәлел сұрадыңыздар. 42 миллион теңге, 42.500 теңгеге алу үшін 42.500 оған да сіз жұмыссыз қалғандарыңыз дәлелдеу керек сіздер дейсіздер. Пандемия, карантин кезінде бүкіл қаланы, бүкіл облыс орталықтарын, бүкіл ауданды бәрін жауып тастадыңыздар. Ешқайда жұмыс жоқ. Өздеріңіз нені жапқандарыңызды санаңыздар, ойлаңыздар да соған байланысты түсіру керек сол ақшаларды. 42.500-ің өзін дәлелдеу керек бұл. Бүгін судың астында жатқан Түркістан облысының халқына 100 мың теңге алу үшін өздерінің тұрмыстық техникаларын және мал жандардың зардап шеккенде сіздерге дәлелдеу керек та, а сіздер 18 миллиард теңгені, 18 миллиард долларды дәлелдеуге керек екенсіздер де. Бірінші сіздер соны дәлелдеңіздер, а халық сіздерге ештеңені дәлелдеуге мүдделі емес, құрметті билік өкілдері. Енді осы кешегі пандемияны, сосын бүгін судың астына кетіп жатырған сол аудандардағы халықтардың бүкілінің жағдайларын ескере отырып, 30 жыл бойы билік басында отырған азаматтар, сіздердің өз жұмыстарыңызды халатын жұмыс жасағандарыңыздың, халатын істегендеріңіздің бірден бір дәлелі. Өйткені осы Қазақстан Республикасында, қазақ елінің аумағында бір қиын жағдай орын ала қалса, осындай үлкен ауру, немесе су тасқыны, Құдай сақтасын соғыс, сондай бірінші орын ала қалған жағдайда сіздер халықты қалай тығырықтан алып шығатындарыңызды, халыққа қалай қарсы келіп жұмыс жасайтындарыңызды білмейсіздер. Демек, некомпетентный сіздердің сөздеріңізбен айтқанша. 30 жыл бойы сіздер немен айналысқандарыңызды бір Құдайдың өзі біледі. А бірағында халықтың жағдаймен айналыспағандарыңызды ол айдан анық. Оған кәдімгідей 100% көз жетті, бүкіл халықтың көзі жетіп, бәрін көріп отыр. Халық сіздерге, Түркістан облысының халық осы, басқа облыстарында халықтары, азаматтар, ешкім сізге ештеңе дәлелдеуге мүдделі емес. Сіздер халықтың алдында есеп беру керексіздер. Сіздер қай ақшаның қай тиынның қаяққа кеткенін дәлелдеп, санап беру керексіздер. Өйткені ол халықтың ақшасы, ол сіздердің ақшаларыңыз емес, билік өкілдері.
Бүгін енді қысқаша ойым осындай, құрметті бауырлар, құрметті қазақ елі. Бас кеспек болса тіл кеспек жоқ дейді атам қазақта. Мен өз ойымды айттым, өз пікірімді айттым. Менің есім Құлбасов Еркебұлан. Өз сөздерім үшін өзім жауап беремін. Қош сау болып тұрыңыздар, келесі кездескенше, құрметті ағайын.